Статистика бойынша, отбасылық зорлық-зомбылықтың кесірінен жыл сайын 700 әйел қаза табады екен. Бүгінгі шынайы өмірде болған оқиға желісі де зорлық-зомбылық әлсіздерге күш көрсету жайында болмақ. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Бұл оқиға былай болған еді. Жанар гүлдерді жақсы көруші еді. Кездесуде интернеттен гүл туралы ақпараттарға тойып алатынмын. Ауданды аралап жүріп, әдемі гүл іздейтінмін. Ауданнан табылмаса, сырттағы достарыма, таныстарыма жағдайды айтып, ерекше үй гүлдерін сыйлайтын едім. Қайран, керемет кездер ай. Бірақ не пайда? Көп тер төгіп қолыма қондырған бақ құсымның қадірін біле алмадым ғой. Жасағандарым есіме түссе, ішім ашиды. Сонымен Жанар оқуын бітіріп келген сәтінде ізінен қалмай ата-анасынан сұрап үйіме келін етіп түсіргенмін. Өз-өзіме мәзбін. 3 жыл бойы жанына жақындатпаған келіншегімді құшырлана сүйіп, жанынан шықпауға тырысатынмын. Жиеде еріндері қандай тәтті. Жанынан жыраққа кетсем, үйге жеткенше асығатынмын. Солайша әр күніміз, әр түніміз бақытқа айналып керемет сәттер еді. Ертегіге бергісіз өмірге кіріп кеткендеймін. Бірақ адамды шайтан түртемін десе әп-сәтте екен ғой. Дүлей мінезімнің кесірінен сөзге еремін деп, Жанарды бостан-босқа ұрған сәтім есіме түссе, өзімді жек көріп кетемін. Бұл оқиға бұлай болған еді. Үйленгенімізге 1 жылдай уақыт болып қалған. Жұмыста облыстан тексеру келіп, үйге шаршап келгенмін. Есікті анам ашты. «Мама, әлі ұйықтамағансыз ба? Жанар қайда?» дедім әдетімше. «Анам, қатының ұйықтап жатыр ғой, бөлмесінде. Осы үйдің бай-батшасындай болып», деп анам бөлмесіне кіріп кетті. Жұмыстан шаршап келген маған анам күні бойы үй шаруасынан шаршағандай көрінді. Ашуым теріме сыймай, жырт ұйқыда жатқан Жанарды жұлып алып, әбден соққыға шықтым. Жанар түкке түсінбеді. Қасқа тіпті ұйқысында ашып үлгермеді ғой. Ол кезде Жанардың күні бойы үй шаруасынан титықтап шаршап, ұйықтап қалған қайдан білейін мен сорлы. Оның үстіне кеше ғана ата-анасына еркелеген бойжеткен қыз еді ғой. Анасының көз қарашығы. Сол кезде Жанардың солқ-солқ жылағаны есіме түссе, қатты өкінемін. Ертесіне елден бұрын тұрып, тірлігін жасап жүрген Жанарға еш нәрсе дей алмадым. Таңғасын түспестен жұмысқа кеттім. Сонымен жұмыста да дегбір таппай, кешегі есіме түсіп, өзімді қоярға жер таппаймын. Аудандағы жақсы бір ресторанмен сөйлесіп, кешкі асқа сөйлесіп қойдым. Үйге қайтарда Жанардың жақсы көретін букетін сатып алдым. Жұмыстан асығып үйге келсем, Жанарым сыртта жүр екен. Мені көріп қуанып кетті да, артынша кешегі жасағаным есіме түсіп кетті ме, лезде түрін жинап алды. Мен жанына барып, «Жанар, кешірші мені», деп құшағыма тарттым. Ол менің кеудемнен itергенмен жібермей тұра бердім. Бір кезде көңілі босап кетті ме, кеудеме басын қойып, үнсіз жылай берді. Келіншегімнің жылағанынан жүрегім ауырып кетті. Сәл уақыттан соң оған гүлімді сыйлап едім, ол қуанып кетті. Құшақтап, құлағына ақырын ғана кешке отырысқа баратынымызды айтқанымда, жылағанын ұмытып, жас балаша мәз болып қалды. Бұл кеште екеуміз қол ұстасып таңға дейін жүрдік. Жанардың қуанышты жүзін көріп, үстімнен ауыр жүк түскендей болды. Арада солай уақыт өте берді. Жанар таңмен бірге таласа тұрып, кешке жақын шаршап төсегіне талып құлайтын. Бұл кезде екі қыздың ата-анасы атанып үлгердік. Үйдегі бар шаруаны жалғыз өзі атқаратын. Жүкті кезінде де қиналып жүргенін түсінбеппін. Тым болмаса, жылы сөзімен демесем болмас беді. Үйдегі сиырларды сау, құрт жасау, ауланы сыпыру, отбасы мүшелерін ас ауқатын даярлау, кір-қоң жуу, бәрі соның мойнында еді. Жұмысының көптігіне қарамай, есік алдына түрлі гүлдер егіп, ауланы әсем гүлдермен көмкеріп тастаушы еді. Малға да, үйге де, балаға да бәріне үлгеруге тырысатын. Анам мен қарындасымның айтақтағанына еріп, істің анық-қанығына көз жеткізбей, Жанарды талай рет жазықсыздан жазықсыз ұрған екенмін. Қазір ойлансам, оның не кінәсі бар? Бойжеткен қарындасым шай ішкен кесесін ішкен жерінде телевизор компьютер алдында тастап кетсе де, киімдерін қай жерге болсын шашып тастаса да, жеңгесіне айқайлап дауыс көтерсе де, Жанарды аямаған екенмін. Мен негізі 4 ағайындымын. Үлкен ағам және 2 қарындасым бар. Әкем ертеректе дүние салған. Анам бар.
Ағам отбасылы, бөлек тұрады. Үлкен қарындасым қалаға тұрмысқа шыққан, ал кіші қарындасым ауылдағы балабақшада жұмыс жасайды. Жанар ешқашан анама дауыс көтерген емес. Бір күні даладан кіріп келе жатып, кездейсоқ әңгімені құлағым шалып қалды. Әшейінде сыпайы сөйлейтін анам: «Әй, мына жерді неге жинамайсың? Мен саған жаңа айтқан жоқпын ба? Сылбырап бір ісің өнбейді, салбырап жүресің де қоясың». Апау, даладан кіргенім жаңа ғана ғой. Сырттағы малдарды кеш батпай қораға қамайын деп, далада біраз жүріп қалдым. Әй, сорлы қатын-ай, сенің ақ сылтауың таусылмайды. Апа, бағана Еркежанға айтып едім, ол да ұмытып кеткен бе? Өз тірлігіңді өзің жаса, ол қызды менің көзім тірі тұрғанда жұмсаушы болма, деп анам тағы бір нәрселер айтпақ болып еді. Менің даусымды естіп қалып, әңгіме ауанын өзгерте қойды. Мен еш нәрсе естімегендей үндей алмадым. Арада уақыт өте берді. Бір күні әйелім: «Әкесі, сізге бір нәрсе айтсам деп едім». «Айта бер». «Ауылдағы емханадан бір орын босапты. Рұқсат етсеңіз, соған жұмысқа сөйлессем деп едім». Естіп отырған шешем шап ете қалды: «Сен кетсең, ана тірліктерді кім жасайды? 60-тан асқан мен бе? Әлде ана бұған асқатпаған қызға істетпекшісің бе?» «Апа, уайымдамаңыз, бәріне үлгеремін». «Жоқ, келіннің міндеті үйде отыру», деп шешем қатайып алды. Жанар жәутеңдеп, менен көмек күткендей басын бұрып қарап еді. Мен дым демедім. Бұл әңгіме екінші мәрте талқыланбады. Жанар артық сөз сөйлемей өз тірлігімен айналыса берді. Бір күні келіншегімнің үшіншімізге аяғы ауыр кез болатын. Қарындасым екеуі сөзге келіп қалды. Сөзге келгенде сол болмайтын мыжу, үй ішілік әңгімелер еді. Қарындасым ашуланып, келіншегімді жамандады. Ал мен болсам, ай-шайға қарамай, тепкінің астына алып, көк ала торғайда еткен едім. Көзімді шел басып, қалай ұрғаным есімде жоқ. Ауыр соққыдан кейін келіншегім түсік тастап қойып, ауруханаға түсті. Мән-жайды естіген ата-енем үйге келіп шешеме: «Жібекті түте алмаған жүн етер, келінді күте білмеген құл етер», деп ұрсып кеткен. Алып кеткілері келіп еді. Жанар екі қызын ойлап үнсіз қалды. Сол кезде де шешем байғұс Жанарды кінәл еткен болатын. Ауруханаға салбырап барғанымда Жанар бұталаған көздерімен бір қарап теріс бұрылды. Сол бір қарастың өзінде маған деген өкпе ренішінің қаншалықты екені түсінікті еді. Жанар маған емес, мені таңдап, маған тұрмысқа шыққан үшін өзін кінәлайтын секілді. Жаныма бататыны да осы еді. Мен оған үйленерден алдын алақанымда аялаймын, өмір бойы еркелетемін деп уәде беріп едім. Уәдемді ұмытыппын. Келіншегім ауруханадан шықты, бірақ мүлдем басқа адам болып оралды. Мен танитын, мені сүйетін Жанар емес еді. Бұрынғыдай жайраңдап сөйлемейді де, бұрынғыдай маған деген құштарлығын байқамады. Жанар, кешірші менің көзімді шер басты. Мен тіпті не дерімді де білмеймін. Енді бұл әрекетім мүлдем қайталанбайды. Енді сен қалағандай жан боламын. Ол менің сөздеріме тіпті мән бермеді, бетінде бұрмады. Жанардың жанына жазылмас жара салғанымды ұқтым. Басым салбырап, не істерімді білмедім. Жұмыста да, үйде де жаныма Жанардың түрі тыныштық бермеді. Қыздарыммен бірге қыдыруға алып шықтым. Тамақтанатын жерге бардық. Сыйлықтар сыйлағанымен келіншегім бір қалыптан өзгермеді. Күнделікті күйбең тірлігін жасап жүре берді. Шешем оның әрісінен мін іздеуді тоқтатпады. Мен де араларына түсе алмадым. Екі ортасында қалдым. Келіншегім меңзең күйде еш нәрсеге қызықпай жүре беретін болды. Тіпті өзі еккен, баладай мәпелеген гүлдеріне де қарамай қойды. Олар да күтімі болмаған соң біртіндеп қурап жатты. Жанар құрсағындағы 6 айлық шарананы менің соққымның кесірінен айырылып қалғанына қайғырып, жоқтап жүрген шығар деп ойладым. Жоқ, олай емес екен. Бүк түсіп жатып қала беретін. Оған шешем ұрсып, жақтырмай қарап жүрді. Сол ауруханадан шыққаннан кейін 2 айдан соң Жанарым түнде ұйқыға жатып, таңертең оянбады. Сұп-суық денесіне қолым тигенде дір ете қалдым. Жарықты жағып,
Жанына келсем, денесі әлдеқашан суып, жаны ана дүниеге кетіп қалған екен. Көзім жеткенге көңілім, жүрегім сенбей, өз-өзімді бағындыру еркімнен айырылдым. Жанарымды құшақтап, еңкілдеп жыладым. Бір кезде бәрі азан-қазан болып, уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен Жанардың жаназасына кімдер келді, қалай шығарды, есімде ештеңе жоқ. Қалай жүргенімді білмеймін. Бір сәтте бар өмірім түнекке айналып, өмір сүрудің мәні қалмағандай. Жанардың жаназасына көңіл айтуға келген аудан дәрігері келіншегімнің тексерілуге өзіне келгендігін айтты. Басы солқылдап ауыратынын, тексеру нәтижесінде миына қан құйылғандығы анықталған. Аз ғана ғұмыр қалғандықтан дәрігер Жанарға бәр жақсы болады деп шығарып салғандығын айтты. Әйеліңіз басынан қатты соққы алған, деді дәрігер. Кешіріңіз, мен сізді таныстарым арқылы номеріңізді алып хабарласқанмын. Бірақ сіз көтермедіңіз. Қашан? 2 айдай болды. Сізге қайта-қайта қоңырау шалдым. Үйіңізге де іздеп келдім. Бірақ келіншегіңіз сөйлесуіме қарсы болды. 2 ай бұрын облыстық тексерумен әуре болып жүрген кезім еді. Телефонға күнде түрлі номерлер звондайтын болған соң, жауап беруге мұрша болмай, әйеліммен қоштаса алмай қалдым. Бірде қатты ішіп келдім де, үйге келіп айқай шығардым. Талай жылға Жанарға жасаған қиянаттарын айтып, шешеме, қарындасыма айқайладым. Ажырасқан қарындасым жүгін жинап күйеуінің үйіне кетті. Екінші қарындасым қалаға қашты. Шешем аяғымды құшақтап кешірім сұрады. Оның кешірім сұрағанынан өзгеретін еш нәрсе жоқ қой. Менің Жанарым қайтып келмейді ғой. Мас болып келгенде оның суретін құшақтап жылаймын. Жанардың бақилық болғанына 6 жылдан асыпты. Ол өзі жақсы көретін көктемде көз жұмған еді. Бұл әңгімені еске алу мақсатында және ер азаматтар сүйген жардың қадірін білсін, құрметтесін деп жазып отырмын. Үйленбеген, бойдақ болып жүрген жігіт шағымызда әр қайтыс болған бір ағамыз: әйеліңді еркелет, ол сенің жұбайың, балаңды еркелет, ол сенің ұрпағың. Әйелді ұстай білмесең, үйленіп нең бар? Балаңды тәрбиелей алмасаң, оны таптырып нең бар деп айтушы еді. Құрметті ерлер қауымы, әйелдеріңізді аялаңыздар. Мен оған лайықты құрмет көрсете алмағаныма өкінемін. Бірақ бәрі кеш. Енді қайда барсам да, не жасасам да, Жанарымды қайтара алмаспын.